Бүгін мен сізге әлемдегі, ең әдемі превью жасауға көмектесемін. Ең алдымен видео басталмас бұрын өздеріңізге шай, печенье, тағы басқа тағамдарды алып көріп алыңыздар. Достар, себебі бұл видео өте қызық болады. Біз бүгін сізге өте керемет превьюді айтатын боламыз. Біз қандай әдемі превью жасауға болады, ең күшті превью жасауға болатынын да бүгін айтатын боламын. Сондай видео түсірдім, білесіздер. Ал енді бүгін біз ең күшті превью жасаймыз. Ең алдымен превьюға байланысты біз фит деген бір басамыз. Фитті басамыз. Бұны сіздер білесіздер, өткенде де айтқанмын. Фитті басасыздар да, осы любой фонд аласыздар. Но бұл жерден оны ешқандай көк цвет, қызыл цвет, сары цвет деген цветтерді алмайсыңдар. Жай ғана мынандай цветті аласыңдар. Бұл не үшін? Бұл өте керемет цвет. Не үшін десеңіздер, себебі мен сіздерге қазір мұнда дейтін айс дейсіздер деді. Егер де мұз туралы видео түсірсеңіздер, мысалы айс дейсіздер де, осы дейтін текст дейсіз, мысалы текст айспен жазылған текст, мысалы айс деп жазып тұрған, айс голд деп тұр. Міне, мынаны аласыздар да, осындай эффект аласыз. Жоқ, бұндай емес. Ленс фрейс деп жазып, ленс флэр дейсіздер, флэр и айс дейсіңдер, голд. Жоқ, айс деп жазасыңдар, болды, ленс фрейс айс деп жазасыңдар, болды ғой. Енді сіздер сұрап жатқан боласыздар, қайда мұз десеңдер. Жоқ, айс деп жазу керек. Жай ғана айс деген жазған кезде сіздер пайде фонда болу керек. Ал неге менде шықпай жатқанын білмей тұрмын, достар. Көк көмбек үшін нені мороз алып тұрған фонды шығару керек бізге. Достар, мелпана міне бізге шығарып жатқан сияқты. Бізге қайсысын таңдасақ болады, достар, соны ойлану керек. Так, қайсы цвет, қайсысын таңдасақ болады екен, достар. Давайте комментке дәл қазір жазайық. Опа, мен кереметті тапқан сияқтымын. Осы міне менде осыны кереметте әдемі превью шықты. Ең әдемі превью жасаймыз дегенмен, өшім әдемі болып тұр деген ойдам. Енді тағы да бірдеңе қосамыз. Ол үшін бағанағы скачать етіп аламыз. Дәл осыны ең әдемі превью жасаймыз дегенді етіп аламыз. Байынан да бет шығып қосып болады. Шарма. Шармаған дұрыс еді, оппаны көші. Ой, құтылған сияқтымда, осылайынан. В общем, міне ең әдемі превью жасаймыз. Қалай жасаймыз деген сөз ғой. Міне қостық, міне біздің превьюіміз дайын. Міне қалай әдемі превью жасаймыз. Мына жерге келіп қалыпты, сол көрінер ол бағана дейтін күшті болып қалыпты. В общем, міне қалай әдемі превью жасаймыз. Міне қалай ең әдемі превью жасаймыз деген видеоны қоямыз. В общем, міне дәл осындай стильде кереметке қылып жасадым. Болмаса, достар, мынаны фотоны алып көрік кәні. Так, фото. Енді бұны скетч еткен соң, бұны барып қайттан алып, салуға болады. Күтіңіздер. Көрсір, көріңдер, бағана мен превьюді алдым. Енді дискретке қайта кіреміз, себебі басқа да мүмкіндіктерді білмейсіздер. Мен сіздерге бәрін үйреткен жоқпын, жасап тұрып, соның бәрі қайттан үйретем. Қайттан кірдім мен. Сіздер не үшін көрдің десеңдер, қыз айтам. Бұны баспайсыздар. Бұны басып құрт жүрмінде превьюларында. Мам дейма, не бәрін. Күшкені бізге дейтін айс, айстың суреті бар, керемет бізге, не керек. Дайте біз жазаймыз айс деп. Мұз керек бізге, мұзбен, ой, біля, кеш. Так, қанда блю деп жаздық. Енді блю дегенге әдемі бір көк түсті бірдеңе болса, мынау болады жалпы. Осыны дейтін қайға жүктеймін оны. Өзіме сақтама, қайда сақтам? Қайны ол? Менің блю дегеннен. I love to
Так, короче, онда мына жерде сақталатын сияқты, онда бізде таңдау беріліп тұрған сияқты. Ой, жоқ болмайды екен. Короче, болмаса басқа санасын іздеп көрейік. Мұнда collab деген сөз бар, my followers деген сөз бар, draw деген. Мен кейбіреуін білмеймін, бірақ дегенді білемін мен мұны. Бұл да андай фонға істегенге зат, короче. Сөз береді, өйстіп, ары бері, өйстіп. Короче, в общем, қыз жапты, осылай, в общем, біреуге қоя саламын мен де. Короче, мұны аяқта дейтін. Мұны ең басты керемет зат осы, достар. Короче, көк бізді затты алайық, осы жерге, в общем, толтырып тастаймыз. Короче, оп. Все. Так, короче, көрінді ма, достар? Өстіп болмаса, так, дискартты басып, басқаша аласыңдар. Бірақ дегенді қайтан басамыз. Астына түскенімізде сразу астына түсіп, кей-поп, бір бәле шербәлелерін бәрі бізге қызық емес. Короче, бізге ең басты зат керек. Короче, бізді аламыз да, мысалы, бізге дейтін мынау керек болып тұр да. И оны осында қоямыз. Міне, болды. Міне, қосылып жатыр, көріп тұрған жоқсыз. Себебі ол түсі тура осы неге фонға келеді, короче, мұнда. Болды, міне, мында да жасыл цветті қосқым деп тұр бар ғой. Маған көк ой, қара. Қара өте қатты ұнап тұр. Осы қаранда, осында мен қостым ба өзі. Мен даже қосып жатқанымды көріп тұрған жоқпын. Короче, отшашуды да қосып көрейік. Прикол үшін, достар. Қосыла ма екен, достар? Қызықты. Қостым, достар, мен отшашуды. Неге менде қосып тұрған жоқ? Опа. Достар, неге екен білмеймін, ол менде қосып тұрған жоқ. Ладно, онда біз дейтін жасыл какой-то цветный бір бәлені қосып көрейік. Так, ол қосылмайды екен. Короче, қанда базар жоқ. Неткен жақсы зат еді. Мен бұдан бұндай зат күтпедім. Онда галактиканың затын қосып көрейік, мүмкін мұнда. Ешқайсысын істей алмаймыз. Онда мынаны жағы қосамыз. Жоқ, оны да қосып отқан жоқпыз. Жоқ, башы қосып жатқан жоқ қой, достар. Кей-поп дейді, достар. Fit, replay, add, text, cutout, effect, retouch деген сөздер жазып. В общем, достар, бүгінгі видеода мен дейтін сіздерге қалай ең әдемі превью жасаймыз деген видеоны айтқан болатынмын. Сіздерге осы превью, мен жасаған превью ұнады десең, ұнаса, лайк басқанды кеп, жазылып, каналымның дамуына үлесімді қосып, 3 пачке жетістік, достар. Сосын бар 400-ге, 500-ге, 600-ге, 700-ге, 800-ге, 900-ға жете берек. Бірақ бізге бұл жай ғана арман. Так что армандар орындалады. Сіздер мен ғана орындауға көмектесіздер. Сондықтан сіздер маған лайк басқанды кеп, жазылыңыздар. Сонда бұдан да қызықты видеолар менің каналымда күніге шығатын болады. Аптасына емес, күніне. Сіздермен болғанымыз уәдес. Пока-пока. Чао.